Дадяхау. Сәлем достар, бүгін біз HSK бірінші кітаптың 12 сабағын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақ тақырыбы Миңтен тенши зымаян. Миңтен. Миңтен ертең деген мағына береді. Миңтен тенши. Тенши. Тенши ол ауа райы. Ауа райы. Зымаян қандай, қалай. Зымаян. Миңтен тенши зымаян ертең ауа райы қандай. Давайте енді мына жерге назар аударайық. Астындағы сөздер мен төбедегі суреттерді сәйкестендіру. Бірінші сөз лың. Лың. Лың ол суық деген мағынаны береді. Суық. Бұл жерде суық си. Екінші сөз ж. Ж. Ж ол ыстық. Ыстық. Сонда болады ди. Үшінші сөз ол сяю. Сяю. Ся. Бұл ся бізде бірнеше мағынасы бар. Ол асты, төмен, түсу деген мағыналарға ие. Ал жанындағы үй ол бізде жаңбыр. Жаңбыр деген иероглиф үй. Сонда сяю болады жаңбыр жабу. Жаңбырдың төменге түсу. Яғни жаңбыр жауы болады сяю. Бұл жерде қай картина сяю? Би. Би. Окей. Төртінші сөз шуй. Шуй. Шуй ол бізде су деген сөз. Су. Сонда болады эй. Окей. Шуйгуо. Шуйгуо. Шуй ол бізде су. Шуйгуо бізде фрукты. Фрукты деп аударылады. Шуйгуо фрукты. Сонда болады F. Окей. Ақырғы сөз ишің. Ишің. Ишің ол бізде дәрігер. Дәрігер. Сонда И. Окей. Давайте енді текстке назар аударайық. Жаңа сөздер. Бірінші жаңа сөзіміз ол бізде тенши. Тенши. Тенши жаңалда айтып өткендей ауа райы деген мағынаны береді. Ауа райы. Екінші сөз зымаян. Зымаян. Зымаян ол бізде болады қандай, қалай деген мағынаны білдіреді. Қандай, қалай. Окей. Үшінші сөз ол бізде тай. Тай. Тай ол аударылады өте деп. Өте тым деген сөз. Бұны біз сын есімдермен қолданамыз. Өте ыстық, өте суық, өте жақсы деген сияқты. Және де осы тайды қолданған кезде бізде арқада л деген иероглиф жүреді. Мысалға айтқан кезде өте жақсы деп біз тайхаулы. Тайхаулы. Жақсы ол хау, Ал тайхаулы өте жақсы. Ыстық бізде айттық, ж, міне. Ж ол бізде ыстық. Ал өте ыстық болады тайжылы. Окей? Тайжылы. Суық. Өте суық. Қалай болады? Суық бізде лың. Міне. Лың, суық. Ал өте суық болады тайлыңғы. Тайлыңғы. Окей. Давайте енді текстті оқып аударамыз. Так. 昨天北京的天气怎么样? 昨天аударылады. Кеше,昨天, кеше. Бейжің. Бейжің ол бізде Пекин, Қытай астанасы Пекин. Д бұл иероглиф біз бұдан алдың сабақтарда өткенбіз. Бір заттың бір адамға тиесілі, бір затқа тиесілі екен. Яғни бұл бізде бір нәрсенің бір нәрсеге тиесілі екендігін көрсететін иероглиф.
тяньши ол ауа райы. Яғни Бейжіңді тяньши, Пекиннің ауа райы. Я, осы ның ол бізде д болып тұр. Пекин ауа райы, Пекиннің ауа райы болады Бейжіңді тяньши. Зыммаяң, қандай, қалай. Яғни кеше Пекин ауа райы қандай болды, я? 昨天北京的天气怎么样？太热了，太热了，太 өте 热了 ыстық, яғни өте ыстық болды дейді, 太热了. Мына жерде де л обязательно тұр, тайдан кейін, я? Яғни тайды қойған жерге лны да қою керекпіз. 明天呢？明天天气怎么样？明天ол бізде ертең, ны өткен біз, я? Яғни ны ол бізде ше деген мағынаны білдіреді. Мысалға айтқан кезде 明天呢? Ертеңші, я? Ертеңші, ертеңгі погода қандай деп тұр, я? 明天, ертең, 天气, ауа райы, 怎么样? Қандай? Яғни ертеңші, ертеңгі ауа райы қандай? 明天天气很好，不冷不热。明天 ертеңгі 天气 ауа райы 很好 өте жақсы 很好 不冷不 лың ол бізде суық, бу ол бізде негатив жасайды, яғни сөйлемді болымсыз қылады. Бұлың болады суық емес, бужы болады ыстық емес. Яғни ертеңгі погода, ертеңгі ауа райы өте жақсы, суық емес, ыстық та емес. Окей? Давайте енді бір оқып шығайық. 昨天北京的天气怎么样？太热了。明天呢？明天天气怎么样？明天天气很好，不冷不热。Окей, екінші текстке назар аударайық. Екінші текстің жаңа сөздері. 下雨 алдын өттік, я? Бұдан алдын өткен едік. 下雨бізде жаңбыр жауу деп аударылады. 下雨 ся бөлек болады жабу, түсу, төмен деген мағына білдіреді. Ал үй ол жаңбыр. 下雨 жаңбыр жауу. Келесі сөз 小姐 ол бізде miss young lady, яғни miss деген мағына білдіреді. Ағылшында mrs деп айтады, содағы miss, яғни сондай мағына береді. 小姐. Окей. Lie ол бізде келу деген негізгі мағынасын білдіреді. Lie, келу. Окей. Сөйлемге назар аударатын болсақ. 今天会下雨吗？今天бүгін会. Так,会бұл бізде бұдан алдыңғы сабақтарда өткен бізде бір нәрсені жасай алу деген мағынаны білдіреді. Бірақ хойдың екі мағынасы бар. Бұдан алдыңғы сабақтағы мағынасы, яғни бір нәрсе жасай алу. Екінші мағынасы бір нәрсенің болу мүмкіндігі. Окей? Яғни бір нәрсе болуы мүмкін деген мағынаны білдіреді. Мысалға айтатын болсақ, мына жердегі 今天бүгін хой мүмкін, 下雨айттыға, жаңбыр жауу, ма сұрақ қоюға көмектесетін иероглиф. Яғни бүгін жаңбыр жауады ма? Сонда жауы мүмкін ба дегенді айту үшін бізде хой қолданылады екен. Яғни мүмкін болады деген мағынаны білдіреді. Яғни екі мағынасы бар. Бірінші мағынасы ол бір нәрсенің болу мүмкіндігі, екінші мағынасы бір нәрсені жасай алу. 今天会下雨吗? Бүгін жаңбыр жауады ма? 今天不会下雨. 今天бүгін 不会мүмкін емес дейді. 下雨ол бізде жаңбыр жауу. Яғни бүгін жаңбыр жаумайды.
今天不会下雨。汪小姐今天回来吗？汪адам аты, 小姐miss, яғни Ваң атты қыз, miss. 今天, бүгін, 回来吗? 回, мүмкін, лай, келу ма? Яғни лай айтыға келу, 回来, келуі мүмкін бе? Яғни Ваң бүгін келеді ме? 不回来, 天氣太冷了。不回来, 不回来. Bu ол негатив жасайды, яғни бухой мүмкін емес, лай келуі, яғни келмейді дейді, бухой лай келмейді. Тенчи ауа райы, тайлыңлы, лың ол бізде суық, ал тайлыңлы болады өте суық. Біз обязательно лыны қосамыз, тайлыңлы, өте суық. Давайте общий бір оқып жіберейік. 今天会下雨吗？今天不会下雨。汪小姐今天回来吗？不回来，天气太冷了。Окей, келесі үшінші текстке назар аударайық, жаңа сөздері. Так, бірінші жаңа сөз ол бізде шынти. Шынти аударылады денсаулық, дене деп. Денсаулық және дене деп аударылады. Екінші сөз ол бізде ай. Ай ол жақсы көру, ұнату. Үшінші сөз бізде се. Се ол бізде аударылады бірнеше, біраз, кейбір деген мағынаны білдіреді. Се көбінесе бізде көпше немесе мөлшері нақты емес заттарды білдіреді. Мысалы айтқан кезде бірнеше кітап деп айту үшін біз айтамыз се шу, бірнеше кітап. Яғни кітаптың саны белгісіз, не болмасам ол көп. Сондықтан біз сен аламыз. Бірнеше, біраз деген мағынасы бар. Окей? Келесі сөз ол бізде шуайго. Шуайго айтып өттік, фрукты деп аударылады. Фрукты. Шуай ол бізде су. Окей, текстке назар аударайық. 你身体怎么样? 你 сен, 身体 денсаулығың, 怎么样 қалай? Яғни сенің денсаулығың қалай? 你身体怎么样? 我身体不太好，天气太热了，不爱吃饭。Так, 我 мен, 身体 денсаулығым, яғни 我身体 менің денсаулығым. 不太好, 不негатив жасайды, 太 өте, 好 жақсы, яғни 不太好жаман, Так, мына жерде байқасаңыздар, бізде л жоқ. Мына жердегі мынау иероглиф жоқ бізде. Неге? Себебі бізде бу тұр. Егер тайды біз негатив жасайтын болсақ, бізде бу қолданылады. Мынау, бу тай қолданылады. Сонда бу тұрған кезде мынау л болмайды екен. Ал бу болмаған кезде мына жерге біз обязательно л қою керек екенбіз, Сонда бу тай хау ол онша емес, жақсы емес, ал тай хаулы өте жақсы. Біз позитивте л қоямыз, негативте лны алып тастаймыз, оның орнына бу қояды екенбіз. Окей. Сонда бу тай хау онша емес, жақсы емес. Тенчи ауа райы, тай жылы, тай өте, жы ыстық. Обязательно л, тай жылы, өте ыстық. Мына жерде бу тай хау л жоқ. Мына жерде тай жылы л бар. Яғни позитив сөйлемдерде л болады, негативте л болмайды екен. Бу ай шифан, бу ай, бұл бізде негатив жасайтын жоқ деген сөз, ай жақсы көру, ұнату, ши ол жеу, фан тамақ. Бұл ай шифан, яғни тамақ жеуге
тамақ жеуге желанием жоқ деп тұр, иә? Тамақ жеуді ұнатып тұрған жоқпын. 不爱吃饭。你多吃些水果，多喝水。你сен多吃多ол бізде көп деген мағынаны білдіреді, иә? 吃жеу. 些水果бірнеше фрукты. Яғни біраз фрукты же дейді, иә? 先多喝水多көп喝бізде ішу, 水су. Яғни көп су іш дейді. Яғни сен көп фрукты жеп, көп су іш деп тұр, иә? 谢谢你医生. 谢谢рахмет деген сөз, ни сізді. Яғни сізге рахмет. 谢谢你医生дәрігер, иә? Сізге рахмет дәрігер деп тұр. Окей, давайте енді толық оқып көрейік. 你身体怎么样？我身体不太好，天气太热了，不爱吃饭。你多吃些水果，多喝水。谢谢你，医生。Окей. Давайте енді грамматикаға назар аударайық. Бірінші тақырыбымыз ол бізде 怎么样. 怎么样айттық, иә? Бұл қалай, қандай деген мағынаны білдіреді. Яғни біреудің немесе бір нәрсенің жағдайын, сапасын сұрау үшін қолданылады. Формуласы бірінші бізде бір зат, не болмаса адамды аламыз. Мысалы айтқан кезде мына жерде адам, яғни не, ол сен, болмаса уақыт, иә, мен сен, иә. Яғни бізде бірінші осы затты, не болмаса адамды аламыз, одан кейін барып, мынау затты, одан кейін барып осы 怎么样-ды қоямыз. Яғни 怎么样бізде сөйлемнің арқасында тұрады екен, иә, артында тұрады. Окей, мысалға айтқан кезде, мына, 你的汉语怎么样? 你的汉语怎么样? Сенің Қытай тілің қалай? Сенің Қытай тілің қалай? Иә, 怎么样? 你妈妈身体怎么样? 你, сенің мама. Яғни, 你妈妈, сенің мамаңның 身体денсаулығы қалай? 怎么样? 你妈妈身体怎么样? Сенің мамаңның денсаулығы қалай? 明天天气怎么样? 明天, ертеңгі, 天气, ауа райы қалай? 怎么样? Иә? Яғни, 怎么样ол бізде қалай, қандай деген сұрақтарға қоюға көмектеседі. Сөйлемнің арқасында тұрады екен. Окей, келесі ол бізде қалай сөйлемдерді көбінесе құру керектігін көрсетеді. Яғни, бұл жерде бізде екі бастауыш болатындығын айтады. Мысалға айтқан кезде, мына жерде бөлініп тұр, бірінші негізгі бастауыш, одан кейін мынаның ішіндегі бөлек бастауыш пен оның түсіндіретін сөздері. Міне, мысалға аударсақ, 我身体不太好. Менің денсаулығым жақсы емес, иә? Бұл жерде кімнің екендігін айтқан кезде бізде о. Яғни негізгі зат есім, яғни бастауышты біріншіге қоямыз. О. Одан кейін 身体, жағдайым. Кімнің жағдайы? Менің жағдайым. 我身体不太好. Онша емес. Яғни Қытай тілінде кейде сөйлемнің басында кім немесе не туралы сөйлеп тұрғанымызды айтамыз, содан кейін сол адамның немесе заттың қандай екендігін, жағдайын айтамыз. Осы сөйлемді осылай құраймыз соларды айтқан кезде. Яғни 我身体很好, менің денсаулығым жақсы, иә? Ал мына жерде 我身体不太好, менің денсаулығым нашар. Бұл жерде кім туралы айтып тұрғанымыз? Мен туралы, иә? Мен туралы. Ал енді менің не нәрсе туралы айтып тұрмын? Денсаулық туралы айтып тұрмын, иә? 身体, денсаулық. Ол қандай? Ол онша емес, иә? Жақсы емес, 不太好. Яғни
бұл жерде сөйлемді қайтып құру керектігін көрсетіп тұр. Бірінші, кім немесе не екендігін айтамыз. Одан кейін барып осы затқа тиесілі заттарды айтамыз. Ол кім екендігін айтып тұр. Шынти, яғни денсаулық кімге тиесілі? Бұл жерде айтып тұрған денсаулық кімге тиесілі болып тұр? Маған. Wo шынти бу тайхау. Окей, келесі мысал. Меңтен. Меңтен ол бізде ертең деген мағынаны білдіреді. Тенчи ауа райы. Ханхау, өте жақсы. Қандай ауа райы? Яғни қай күнгі ауа райы жақсы? Ертеңгі, Меңтен. Ертең не туралы айтып тұрмыз? Ауа райы туралы айтып тұрмыз. Ол қандай? Өте жақсы. Яғни бірінші бізде басты, негізгі бастауышты қоямыз. Одан кейін барып осы бастауышқа тиесілі сөйлемді толықтырамыз. Мысалы, меңтен, тенчи, ханхау. Ни шынти, зыммаян. Яғни сенің денсаулығың қандай? Түсінікті болып деген ойдамын. Бұл просто сөйлемді қалай құру керектігін көрсетеді. Бірінші, яғни бізде негізгі бастауыш. Кім, не туралы айтып жатқанымызды айтамыз, одан кейін барып сөйлемді жалғастырады екенбіз. Окей. Тай. Тай, бұдан алдын айттық, что тай өте тым деген мағынаны білдіреді. Яғни позитивті сөйлемдерде, яғни болымды сөйлемдерде біз тайдан кейін обязательно лы қоямыз, Яғни бұны қалай жасаймыз? Бірінші тай, одан кейін барып сын есім. Мына жерде мысалға айтқан кезде ж тұр. Ж ол ыстық деген мағынаны білдіреді. Тай жылы болады өте ыстық, тым ыстық. Яғни бірінші тай, одан кейін сын есім, одан кейін барып лы қолданылады екен. Окей. Тенчи, тай, лыңлы. Тенчи, погода, ауа райы, тай, өте, лыңлы, суық. Яғни ауа райы тым суық. Бұл жерде де тайдан кейін, міне тай тұр, тайдан кейін сын есім, сын есімнен кейін лы тұр. Енді мына жаққа қарайық. Wo шынти бу тайхау. Wo шынти менің денсаулығым, міне, бу тайхау. Бұл ол бізде негатив, яғни болымсыз сөйлем жасайды. Тайхау тым жақсы. Мұны мысалға айтқан кезде тайхау болады, тым жақсы. Ал бу тайхау жақсы емес, жақсы емес деген мағынаны білдіреді. Бұл негатив сөйлем, яғни болымсыз сөйлем бумен жасаған болсақ, бізде мынау лы болмайды. Мына жерде лы тұр, мына жерде лы тұр, бірақ мына жерде лы тұрған жоқ. Неге? Себебі бұл жерде мынау бу тұр. Окей? Вот из-за этого бізде сөйлемде лы тұрып тұрған жоқ. Яғни тайды қолданған кезде, егер болымды болса, тайдың арқасында обязательно лы тұрады, егер болымсыз болса, лы болмайды. Яғни бу тайхау, бу тайлың, осылай болады. Бізде лы болмайды. Окей? Келесі бізде хой. Хой айттық, екі мағынасы бар. Бір мағынасы бұл бізде бір нәрсені жасай алу. Екінші мағынасы ол бізде мүмкін, мүмкін деген мағынаны береді екен. Окей. Давайте жасап көрейік. Баба, әке, баден, сағат 8-де, чен хуай жама. Чен, яғни сағат 8-ден алдын. Мынау чен бізде алдын деген мағынаны білдіреді. Яғни сағат 8-ден алдын. Хуай, екеуі де просто нелер ғана басқа. Хуай ол бізде мүмкін. Хуай жа ол үйге қайту. Хуай жа үйге қайта алады ма? Яғни әкем сағат 8-ге дейін үйге қайта алады ма? Мүмкін ба деп тұр, Осы мүмкін ба деген айту үшін бізде хуай тұр. Хуай. Жауабы хуай. Қайталады мүмкін деп тұр, Хуай. Меңтен
та хуй лай ма? Меңтен ертең та ол, қызға айтылатын версиясы ол. Хуй лай ма? Қайталады ма? Қайталады ма? Мүмкін ба деп тұр, қайтуы мүмкін ба? Осы мүмкін деген сөзді беріп тұр, ол бізде хуй, осы хуй беріп тұр. Ертең ол қайталады ма? Та хуй лай, ол қайталады. Та хуй лай. Тин бүгін, хуй мүмкін, шәй ма? Яғни бүгін жаңбыр жауы мүмкін ба? Бүгін жаңбыр жабады ма? Осы мүмкіндікті айтатын бізде осы хуй бір тұр. Тин бу хуй шәй. Тин бүгін бу хуй шәй. Жаңбыр жаппайды деп тұр. Тин бу хуй шәй. Окей, давайте енді мына сұрақтарды оқып, аударып, сіздер өздеріңіз бұдан алдын оқыған 3 текстте жауаптарын алып, ответ беріп көріңіздер. Бірінші сұрақ, ол бізде 昨天北京的天气怎么样? 昨天, кеше, 北京, Пекин, 北京的天气, Пекиннің ауа райы, 天气ауа райы, 怎么样, қандай? Яғни кеше Пекиннің ауа райы қандай болды? Екінші, 明天天气怎么样? 明天ол бізде ертең, 天气ауа райы, 怎么样, қандай? Ертеңгі ауа райы қандай? 明天天气怎么样? 今天бүгін, 会下雨吗? Бүгін жаңбыр жауы мүмкін ба? Хуй мүмкін, мүмкін ба? 今天会下雨吗? 王小姐会来吗? 王小姐, Miss Wang, 会мүмкін, лай ма? Қайтуы. Яғни Miss Wang қайтады ма, қайтуы мүмкін ба? 她的身体怎么样? 她, ол, 她的身体, оның денсаулығы, 怎么样, қандай? Оның денсаулығы қандай? Окей, яғни бүгін ол бізде 今天, кеше ол бізде 昨天, ал ертең болады 明天. Окей, бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. 再见.